О, бәрін жарқыратып қойыпсың ғой. Парадқа баратындай. Полиция қызметкері осылай жарқырап жүру керек. Сонда сені жұрт сыйлайды, сескенеді. Ой, ол шетелдің полициялары ғой. Шыттай болып киініп алады. Көздерінде қара көзілдірік. Ой, ауыл участковыйның жұмысы құрсын. Қызметтегі адам сияқты емес, тура бір мал бағатын кісі сияқтысың. Жүргенің біреудің есегін іздеп, сиырын іздеп. Сен іздеме? Ешкі іздеу үшін осында отырған жоқпын деп айт. Маңызды шаруалар шешемін деп айт. Қалай іздемейсің? Жылап еңіреп келеді. Жалғыз сиырым еді, жалғыз қойым еді деп. Бәрінікі жалғыз әйтеу. Сосын жүргенің тоғай кезіп, шаң-шаң болып, мал іздеп. Әй, сен енді бүгін кешке тоғай аралап кетпе. Кешкісін қонақтар шақырып қойдым мен. Окей. Генерал айтса, орындамай қайда барамыз? Жүрсін балам. Жүрсін. Тұрсаңшы, таң атты ғой. Беті қолың жүр, шай ішеміз. Өзіне жатып тұрыңызшы. Болмады. Айтпақшы, бүгін сайлаудың үйіне барады екенбіз ғой. Иә? Ана, ол осындармен хабарластың ба? Не апарады екенбіз? Өздері бөлек апарамыз деді ғой. Ойбай. Олар неме бөлектен қопты? Қойма, атай саламыз деді. Бізді араластырып қайтсын? Білеміз ғой, қыстау қойдың қойын. Неше жерде неше қой атады, қаншауын берді, қаншауын берілмеді. Қаншауын қасқыр жеді. Өздері болсын. Онда біз не апарамыз? Енді кім не апарды екен деп жарыспай-ақ қояқ. Өздері не әкеледі, соған қарап ыңғайлап қайтарамыз ғой. Енді атам заманнан келе жатқан қағида емес па? Сайлау өз менің туғаныммен не әкеледі өзі? Не әкеледі? Әй, анау әмиян ғой сен ұстап жүрген. Портманы. Анау қара әмиян? Иә. Соны, сайлау көрген екен ғой. Бопты, көрерміз қазір ауданға барғанда базардан қарап былай көрем ғой, көріп өсен. Әбісе WhatsApp-қа түсіріп жіберейін. Сыйлықтарды сен айтасың ғой, ал келді. Болмаса ақшалай да бере салармыз. Көріндік деп, Болады ғой. Сайлау, мынаған жолдан торт ала салшы. Шаруам бастан асып жатыр. Қазір әлі бауырсақ пісіремін. Окей. Қойш, алаңнан үйреніп алып қоймадың ғой сөзіңді. Окей. Олдана? Жұмыста бұлай сұсты полиция болып жүрейін бе? Әзе бұлай көңілді полиция болып жүрейін бе?
Әй, жұмысыңда сұсты, үйде көңілді болып жүр. Бар, тарт жұмысыңа. Окей, окей. Кешігесің қазір. Өзіңнің заттарына ие бола алмай жүрген жұрттың жоғын қайтып табады екен осы. Сайлау! Сендер де әбір жей бастапсыңдар ғой. Аида! Сен менің қанша келе қосқанын білесің ба? 2, Жоқ, 4. жоқ. Енді? Ауылға келгелі 5 келе қосыппын. Мәссаған, сен бір күні жарыласың. Қойшы, ауылдың тамағы бар ғой, сіңім деген. Доғару керек сияқты әйтпесе. Сен қанша келе қостың? Мен сол қалпымдамын. Қалай сол қалпында? Иә. Жейтініміз бір тамақ емес пе? Бір тамақ, иә. Бірақ кім қанша жеп жатыр, мәселе сонда ғой. Мен көп жейін ба сонда? Жоқ, олай деген жоқ ғой. Бірақ енді қалай жемейсің жаным? Сайлау жезім кешке қонаққа шақырды. Тағы алдыңнан ассалаумағалейкум деп ет шығады. Жейсің бәрібір де? Иә, енді қайтарда ұшаққа сыймай қалмасаң болды ғой, жей бер. Қойш енді. Айтпақшы, кешке қонаққа барғанда не апарамыз ол кісілерге сыйлыққа? Сен ол жағын реттеп қоям деп едің. Мен реттегенде енді шетелде болса белгілі не апаратынымыз кітап, сувенир, картина. Енді сон. Бірақ бұл жақта не апаратынын білмейді екем. Соны біліп алу керек. Ұнамай қалуы да мүмкін. Қандай сыйлық барамыз? Жаным, басымызға қатырып қайтеміз. Апамнан сұрайық, ауылда қандай сыйлық трендте екен. Болды. Иә. Апамнан сұраймыз. Ой, айналайын. Амансың ба? Қалайсыз апа? Келіңіз, төлетіңіз. Орныңда болғаның қандай жақсы болды. Әйтпесе жаз уағында міне әкімдерді кеңселерінен ұстау қиын ғой. Олай демеңіз, біз ылғи осындамыз. Әй, қайдан білейін. Ылғи келген сайын осы бастық жиналыста деп алдыңнан бір шүйкебас шыға келеді ғой әйтеуір. Өзіңіз қандай шаруамен жүрсіз? Шаруа болғанда жоқ іздеп жүр ме айналайын? Бір танам бар еді. Сол танам 3 күн бойы жоқ. Иә. Әне келеді екен, міне келеді екен деп күттім. Бірақ келетін түрі жоқ. Апа, не істеп отырсыз? Мынау төр көрпені құрап қойғам, соны бір-біріне жалғастырып жатырмын ғой. Жай ма? Неге келдіңдер? Апа, ұлдан әпке қонаққа шақырып еді. Сіз барасыз ғой, Ол мені әдейілеп тұрып шақырған, бірақ мен бара алмаймын. Мен қонаққа барып жүрмін ғой. Кеше ғана Алан екеуміз оны шілдеханаға барып келдік. Бүгін сендер барыңдар. Жастарсыңдар, отырыңдар, күліңдер, ойнаңдар, Жарайды, апа. Бірақ, апа, біз сізден бір нәрсе сұрайын деп едік. Қонаққа барғанда не апарсақ болады сыйлыққа? Апа, қанша ақшамен бару керек ауылда?
Жоға. Ақша менен ұят емес па? Оның өзінің апаратын дүниелері бар. Жаңағы, қазір. Міне, мынаны сайлауға беріңдер. Неке? Әдемі? Просто ұярлаған сияқты ғой. Жақсы апа, жақсы екен. Мен кеше шілдаханадан әкелген матам бар болатын, осында салып едім. Ұлданаға қайда кетіп қой? Міне, қызыл атлас гүлдері бар. Тамаша, е? Жақсы екен апа. Жалтырап тұр. Енді осыған жолдан жаңағы дүкенге кіріп, жарты келі кәмпит, жарты келі печенье алсаңдар, пакетіне салсаңдар, мынандай қатқан сыйлық болады. Иә, рахмет апа. Рахмет апа. Иә, егер бар ғой, дос жарандарың, бір таныстарың шақырып қалса, маған айтыңдар. Мына жерде дүние жетеді. Иә, расында да. Рахмет. Рахмет апа. Жарайды. Міне арыз қабылданды. Енді үйге қайта берсеңіз болады? Қайта бергені қалай? Сен сонда мына тананы іздемейсің бе қазір? Іздейміз. Бірақ, апа, білесіз бе? Арызды қабылдап алдым. Енді бұны өз кезегімен қараймыз. Басқа да істер бар дегендей. Басқасын қойып сіздікін іздеп тағы кете алмаймыз. Кезегімен қараймыз, тауып береміз. Сен неғып миымды ашытып отырсың, Іздемесең, іздемейм деп бір жола айтпайсың ба? Сенің мына арызыңды ұрылар не істейді? Жоқ, ашуланбаңыз, апа. Жоқ, ол сенің тананың сойып, базарға барып сатылып, ана бас сирағы үйтіліп кеткеннен кейін барып іздейін деп отырсың ба? Өткенде естімедім. Былтыр ана құдағиыңыз сізге бұзаулы сиыр берді деп. Иә, мынау соның танасы ғой бұзауы. Тана болды қазір. Өсіп. Енді сонымен өріске қостым. Өзі кейде бір-екі рет ана өрісті қонып қалғаны бар. Бірақ келген. Ал енді осы жолы бар ғой. Өзі ағырап кеткен сияқты. Осы ішім сезеді. Осы қолды болған сияқты. Ол жағын білмедім енді. Бірақ, апа, мен тананы табам. Болмаса, ұрыны табам. Әйтеуір біреуін табам. Арман, мына жігіт саған ұқсайды екен. Мен әдемірекпін. Ана. Міне? Болды, дайымыз енді. Бәрібір бірдеңе жетіспейтін сияқты. Не жетіспейді? Мүмкін апам айтпай ақша қосып берерміз. Қой. Ақша беріп тағы да ренжітіп алып жүрерміз. Апам ауылдың ставкасын білетін адам ғой. Көпті көрген жетеді. Бір идея бар. Қандай идея? Ақша емес. Сюрприз жасаймыз. Сюрприз? Иә. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірулі, немесе байланыс аясынан тыс жерде.
ай маған. Айда, ай бәрекелді. Өз тұқымыма тартқан. Әке, бұл не? Бұл ана сайлауға алған сыйлық па? Ауыз Оттық. Әке, көрейінші. Бер. Ұстама, бер. Мұқаш, немене бажаң отты тұталмай қиналып жүрмекен? Мынау не баланың ойыншығы сатып? Қайда ойыншық? Бұл оригинал, білесің ба ол? Мынан қанша тұратын білесің ба? 15.000 теңге тұрады. Қайда ана сатып тұрған жігіт, аға, енді жүзіңіз жыладан бекен 12-ге берейін деп берді ғой. Бұл деген жігіттер жақсы біледі бұның не екенін. Мен бұны кинодан көргем. Полициялар ұстап жүр. Әне, балалардың өзі біліп отыр. Түнде жүреді олар, іздейді. Шам өшіп қалды ал. Хоппа! Әкеліш, мен көрсетейін. Не жанбай қалды? Міне, сен қайдан үйренірсің? Мұқаш. Хай, Мұқаш. Сол 12.000-ді маған бермедің бе? Әп әдемі қылып жемпір алатын едім. Апаңа не болған? Білмеймін. Ер адамдардың сыйлығы, бұда тұрған не бар? Айда ботам, қонаққа барамыз деп едіңдер ғой. Қазір апа, сіздерге шайды реттеп беріп кетейін. Әй, шайды өзім ақ реттеймін. Әгі Аланжан, менің қасымда қалам деп еді ғой. Екеміз екі жақта бір самауырынды бірдеме қылармыз. Қонаққа бару үшін дайындалу керек қолындым. Бірақ, ой жан, әкел, өзім бар. Рахмет, апа. Жанна тездетейікші енді. Қазір. Болды. Чак-чагым тұр. Мына жерге торт қойсам. Болды. Керемет. Ай, өзім ая. Шырағым, қайда жүрсің? Түріне не болған? Тана іздедім. Енді таптың ба? Таптым. Өрістен қонып қалыпты. Торт жайында қалды деш. Иә, жайына қалады ғой енді. Бар енді тездетіп жуынып кел. Қазір қонақтар келеді. Киіміңді ауыстырып. Тоқтай тұршы. Мынаған не болып қалған, а? Жаңа су құйғанда су тамып кеткен жоқ па? Жоқ, тамған жоқ шығар. Әже газға қойып іше бермеді пе шайды? Шайды өздерің газға қоясыңдар ма, басқаға қоясыңдар ма, өздерің біліңдер. Бар жүгір, қағаз алып кеш. Қазір әже. Тамызып жіберейін. Не пәле мына? Ой, баламсың деген. Су ағашты салып тастаған ба, не пәле? А? Содан ана тананы таптым. Енді ауылға қарай айдасам, тоғайға қарай қашады. Ой, айналдырып әкелем де, ауылға қарай айдайым, тоғайға қарай қашып, ығырым шығар деп. Ой, бұрын соңды бұзауламаған сиыр өрісте қонып қалады. Бекер іздеген. Ана Торғын апайды ренжітпейін дегені ғой. Батасын ал. Иә, үлкен кісілердің батасының алғанының арқасында мынау шенің өсіп тұр ғой. Иә. Сайлау, шенім өссін десең, тана іздеуден шаршама. Сендерге айтуға оңай. Күнде анда киімін мен жуып әлекпін. Тана іздеуге барсаң, жай киіммен бара салшы деп айтам ғой осы.
Жоқ, мен қызметтегі адамын олай баруға болмайды деп қояды. Енді барымыз осы. Енді жұрт жоғын айтып жылап келеді. Іздемеймін деп шалқайып қалай отырасың? Іздейсің сосын. Дұрыс. Өте дұрыс, Бажеке. Қазір ауылдың іші тыныш. Бұрынғыдай ұрлық қарлық жоқ. Бұның бәрі мына менің бажамның, мына отырған сайлаудың, өзінің мына жұмысқа деген таза еңбегінің жемісі. Солай ғой, Бажеке? Жоқ, дұрыс айтасың. Ол жұмысқа деген жауапкершілік болу керек. Мысалы, киімді киіп алып, шүкірейіп отырмайды ғой. Мысалы, мен өзімде бірінші жауапкершілікті алдыға қоямын. Көлігім отырады клиенттер. Дұрыс отыр ма екен? Заттарын дұрыс қойды ма? Анау-мынау төгіліп қалмасын деп. Біздің Мұқашты айтам да. Көлігін қыстырмаса отырады. Ендеше Мұқаш бола ма? Амансыздар ма? Қалайсыздар? Әпке жезде қуаныштарыңыз құтты болсын. Мынау азма сыйлығымыз еді. Рахмет. Апам келмеді ма? Апам, жастар емін еркін өздерің отыра беріңдер деді. Құттықтап сәлем айтып жіберді сіздерге. Жезде енді мынау Айданың өз қолымен жасаған сыйлығы қабыл алыңыздар. Торт па, қандай жақсы болды. Мына жер торттың орны бос болып тұрған еді. Қандай керемет болды, ә? Көрейік, Айда, қандай торт жасап келдің? Кәнеки. О, шіркін-ай, наны қараңдар. Мынау нағыз. Ай, мынауың капитан ғой? Енді жезе шеніңіз өссін деп ырымдап жасадық. Мойындау керек. Бүгінгі күннің ең керемет сыйлығы осы болды. Рахмет. Тамақтан алыңдар. Алып отырайық. Әже, үстінен көбірек құйыңызшы. Иә, басы болады. О, шай деген міне осындай болу керек. Самауыр не киінен дем алып тұрмаса, ол шай болмайды. Әже, сіздің шайыңызға әбден үйреніп қалып, ертең шетелге барғанда қиналып жүрмесек болды ғой, ә? Сол шетелде не қызық бар дейсің? Қалмайсыңдар ма осында, а? Әже, бүгін тағы да киіз үйде ұйықтаймыз ғой, ә? Иә, мен сол киіз үйді сен үшін тіктірдім. Шешең торт пісіріп еді, бізге қалдырмаған ба, а? Жоқ, әже, торттан қалдырмапты. Әйтпесе, торт шай ішкенге не жетсін? Иә. Әже, телевизор қосып берейін бе? Қазір үйге кірген соң қосып бере ғой. Не жаңалық болып жатыр екен көрейік, иә? Иә. Table, Timberlake. Әй, шай іш, мынадан же. Әже, сіз драмбон деген не екенін білесіз бе? Қалай дедің? Драмбон. Анау музыканттардың үрлеп дейтін ба, бүйтіп? Ту дейді ғой. Трамбон. Иә, драмбон. Трамбон. Çayındır. Trambon. Ал енді сайлау, ұлдана. Сіздерге көп рахмет. Мынау керемет Самарқанның палауын жедік. Айданың пісірген жұлдызды тортын жедік. Шайымызды іштік. Иә. Бұл сый құрмет деген таусылмайды ғой. Енді біздің Ұлтөй екеуміздің тағы бір сыйымыз бар. Рахмет. Жаңағы сыйлығыңа да көп рахмет айтам. Оп деп ашасын, ары қарай жағып аласың сосын. Рахмет. Жұмыста енді неше түрлі жағдай болады. Көп рахмет айтам саған. Жоқ, бұл енді рухани сыйлық. Бербеші. Ұлтөй екеуміздің дайындаған енді ауылдың алтауызы. Арнайы дайындаған Ұлтөй екеуміздің.
қарағым қал жақсым ай қала берме көзіңді сала берсең көзіңді әр жақсыдай ай бәрі жақсы көрінер алғашқыдай ай көрініс тұнған ай отта тұрған ай айналайын көзіңнен ашып жұмған ай бекзаттарым ай жекжаттарым ай жекжат жолын алдыңа